Достар, мен Instagram парақшама тіркеліп, қысқа метражды видеоларды көрсеңіздер болады. Лайк жазып, пікір қалдырсаңыздар болады. Рахмет көп. Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен керемет салат жасайтын боламыз. Бізге тек қана міне осы заттар қажет болады. Міне брынза керек, черри немесе помидор, кинза шөбі керек, шампиньон саңырауқұлағы керек, бір тіс чеснок, дәміне қарай тұз және сұйық май қуыру үшін, одан кейін сірке суы және соя тұздығы керек болады. Міне біз осылай брынзамызды турап жатырмыз. 4 бұрышты кубиктерге осылай әдемілеп тураймыз. Шамамен 1 сантиметрде 2,5 сантиметр болатындай етіп турайсыздар осы брынзаны. Брынза таңдаған кезде қыздар осыны еріп кетпейтін қатты, твердый сорт дейді ғой, сондайын таңдаңыздар. Осылай турап алғаннан кейін саңырау құлақтарымызды турайтын боламыз. Мен бастапқыда осы 2 саңырау құлақты турап едім, тағы да біреусін қостым. Саңырау құлақ көп болған сайын дәмді болады. Міне үшіншісін турап жатырмын. Осылай пластинка ретінде турап қуырамыз. Қазір ең бірінші бәрін турап дайындап аламыз. Міне енді чесногымызды, яғни сарымсақ, қазақша, осыны майдалап турап дайындап аламыз. Осы салатты көбінесе кафелерде, ресторандарда, мейрамханаларда көп жеймін. Дәмі өте ұнайды. Көп іздеп, рецептерін қарап, жасап көріп жатырмын. Өзіме осылай ұнайды. Тез, оңай, дәмді. Қатты бір дүкендерден таба алмаймын деген азық-түлік емес, бәрі қол жетімді. Міне осылай майдалап турап алып дайындап аламыз. Брынзаны қазір майымызға қуырамыз. Брынзаны тағы да айта кетейін, қатты сортын алыңыздар. Твердый сорт дейді ғой, сондайды алу керек. Сол кезде еріп кетпейді қуырып жатқан жағдайда. Қызанағымызды 2 бөлікке бөліп дайындап аламыз. Егер де черри болмаса, домалақ кәдімгі қызанақты қолдансаңыздар болады. Оны 4-ге 6-ға бөліп салсаңыздар болады. Міне бәрін дайындап аламыз алдын ала. Енді кинза аскөгімізді турап, қатты майдалаудың қажеті жоқ. Осындай бөліктерге бөліп турап дайындап аламыз. Міне осылай. Бәрін дайындап алдық. Енді қуыруға кірісеміз. Ысып тұрған табамызға майымызды құямыз, күнбағыс майын. Достар, осы жерде айта кетейін, менің сөйлеуім кішкене өзгерістер болды. Сөйлеуімде менің кішкене денсаулығыма байланысты, тісіме байланысты кішкене қиындау болып жүр сөйлеуге. Бірақ оған қарамай, мен сіздерге видео түсіріп, осындай дауыс жазып жүрмін. Кішкене қателігімді кешіріп, түсіністікпен қарауларыңызды сұраймын. Міне брынзамызды қуырып жатырмыз. Қатты ірімшік деп атайды ма қазақшасын, сондай ірімшік болғанда енді брынзаны қазақшасын білмей тұрмын. Міне осындай гриль табамызға қуырып жатырмын. Ешқандай қарап тұрсыздар, еріп кеткен жоқ. Дәмді болады, сырты кішкене қытырлап, іші жұмсақ болады. Енді осы табамызға кішкене тағы да күнбағыс майын құямыз. Саңырау құлақтарымызды салып, артық суы буға айналып кеткенше осылай қуырып аламыз.
әдемі болып қызарып қуырылады. Міне осындай түске енеді. Осылай қуырып, бөлек ыдысқа салып аламыз. Міне брынзамыз бәрі дайын. Енді қазір бәрін бірге қосамыз. Бәрін біріктіреміз, араластырамыз. Содан кейін міне соя соусы мен сірке суын араластырып, сарымсақ қосып, жақсылап араластырып аламыз. Міне осы жерде кішкене тұз салып жіберсеңіздер болады. Сірке суы дәу ас қасықтың жартысынан, ал соя тұздығы кішкене қатты толтырмай құйып аласыз. Одан кейін міне сарымсағымызды салып, жақсылап араластырып, салатымызға құямыз. Салатымыз дайын. Қарап тұрсаңыздар, өте оңай, қыздар. Дәмі де керемет. Үйде жасап жесеңіздер болады. Қонақ келгенде әсіресе дайындап дастарханға қойсаңыздар, өте дәмді, тойымды салат және дастарханды сән келтіретін салат. Ас болсын. Сіздермен болған Есімбекова Майра.